Ақша қайда салсам болады? Қай жаққа инвестиция жасасам табыс көп болады, және қай жердің инвестициясы өте ұзаққа барып, және ол жердің инвестициясы сенімді, және біздің жақсы көретін кепілділігі бар. Яғни ақша салсақ, қай жерде бізге ақша көбірек қайтады. Осындай сұрақтарды маған көптеген адамдар маған Instagram әлеуметтік желісінде, WhatsApp, Telegram әлеуметтік желілерінде маған көпшілік адам жазып сұрап жатады. Иә, барлығымыздың арманымыз шығар. Ақшаны бір жерге салып қойып, немесе бір компанияға салып қойып, бізге жұмыс жасамасақ та табыс алып келіп отыратын. Яғни біздің армандаған пассивті табыс. Ұйықтап жатырмыз ба, демалып отырмыз ба, ақша өзі түсе береді. Бұл барлығымыздың арманымыз. Бірақ бұл нәрсені бастау үшін не істеу керек? Барлық адамның сұрағы, барлық адамның түсінбейтін нәрсесі. Барлық адам білгісі келеді, бірақ қалай істейтіндігін білмейді. Сол үшін де бүгінгі видеоны жазып отырмын. Бұл видеода осы сұраққа дұрыстап жауап беретін боламын. Сіздермен бірге бүгін мен Мақсат Тілеухан жалпы қай жаққа инвестиция жасауға болады деген сұрақ қойған кезде мен адамдарға ең алғашқы ол сұраққа сұрақ. Сіз кәсіпті енді бастап жатсыз ба деген сұрақ қоямын. Көпшілік адам инвестиция қай жаққа салым болады, ақша қайда салса болады деген сұрақ қоятын кісілер бизнесті енді бастап жатқан адамдар. Бірақ бизнесті егер енді бастап жатсаңыз, онда сізге инвестицияға жолап қажет емес. Ол менің ойым. Неге? Өйткені менің кураторым, менің бизнес тренерім әрдайым мен үйреткен кезде мақсат ең алдымен soft skills, яғни өзіңнің жекелей дамуыңа ақша сал. Одан кейін басқа жаққа инвестиция жасайсың. Яғни ең бірінші адам нені үйрену керек? Адаммен сөйлесу керек, қалай адаммен сөйлесу керек, қалай адаммен танысу керек, қалай контакт жасау керек, көп таныстар қалай болғанын, яғни болуын жасау керектігі бойынша білім ал. Ораторский мастерство барлығын сөйлесіп үйренгеннен кейін сенің таныстарың көп болады. Ал таныстарың көп болатынмаса, сенің мүмкіндігің көп болады деп менің кураторым түсіндірген болатын кәсіп саласында. Яғни қазіргі таңда менің таныстарым өте көп демеймін, бірақ кәсіп саласында жұмыс жасайтын миллионер достарым, таныстарым өте көбею барысында. Және солардың арқасында қазір мен қай жаққа инвестиция жасау керектігін білемін. Яғни ол кісілермен мен сөйлесем, аптасына бір рет кездесіп отырамыз. Олардың инвестиция, олардың бизнестері жайында маған біліп, міне мына жаққа ақша салсаң болады, міне мынандай инвестиция, мынандай жаңалықтар шығып отыр деп маған түсіндіреді. Бірақ маңызды нәрсе не? Soft skills, яғни біздің білімімізге құйылып жатқан инвестиция. Егер сіз кәсіп саласына енді келсеңіз, инвестиция саласына енді келіп жатсаңыз, ең бізге пайда беретін инвестиция, ең көп ақша алып келетін инвестиция, ол өзіміздің білімімізге құйып жатқан инвестиция болып табылады. Неге? Өйткені қаншама бизнесмендер, қаншама миллионерлер, миллиардерлер банкрот болса да қайтадан шығып жатады. Байқайсыздар ма? Ал енді мынандай жағдайда бар ғой. Жағына бір 100 миллион теңге немесе миллион теңге немесе лотерея ұтып алған адамдар, байқайсыздар, ондай нәрсе адамдар бар өмірде. Бірақ олар ол ақшаның барлығы 1-2 жыл бай болып жүреді деген қайттан кедей болып қалады. Байқайсыздар ма? Неге деген сұрақ туындайтын шығар. Неге? Өйткені мына кісілер бұл ақшаны жай ғана құртады. Өздеріне көлік алады, өздеріне үй алады, сөйтеді, бір уақыт келеді, қайттан барлығын құртып жоқ болып жүреді. Ал бизнесте жүрген кісілер бұл өздерінің миларына, ақылдарына инвестиция салған адамдар құлап жатса да, банкрот болып жатса да, сол жерден қалай шығу керектігін біледі. Неге? Өйткені қанша ақшаны тонап кет, қанша банкрот болсаң да, мына мида тұрған нәрсені ешкім ұрлай алмайды. Мына бүгінгі видеомда Бенджамин Франклиннің керемет бір сөзімен аяқтасам. Ең керемет, ең мықты инвестиция ол біздің білімімізге салынған инвестиция. Сол үшін де ағайын, дамиық, кітап оқыңыздар, көп адамдармен танысыңыздар, өзіміздің soft skills, яғни өзіміздің түрлі дамуға қажетті, өмірге қажетті өзіміздің қабілеттерімізді дамытайық. Ал егер сіздер инвестициямен қазір айналысатын болсаңыздар, немесе мықты инвестициялық сообщество дейсіз, инвестициялық фондтарды білетін болсаңыздар, төменге комментарий жазсаңыздар, мен қуана әртүрлі инвестициялық фондтарды қарастыруға дайынмын ағайын. Сіздермен бірге болған бүгін мен Мақсат Тілеухан.